سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل Bir ayel kisi qaytsem kүйеуіме өзімді жақсы көргізем. Қайтсем күйеуім үшін әлемдегі ең жақын әйел болам деген пікірге душар болыпты. Сөйтіп өзінің шамасының келмесін біліп, сұрастыра қаласындағы бір ғалымға келіп жүгініпті. Әлгі ғалым сиқыршы деп ойласа керек. Келген бойда күйеуімді бүкіл әйелдерден мені артық жақсы көретінді етіп беріңіз деп өтініпті. Жарайды дейді ғалым. Бірақ сенің сұрап тұрғаның оңай біте қоятын шаруа емес. Мен қойған шарттарға шыдай алмайсың ау. Жоқ, айтқандарыңыздың бәрін жасайым дейді әйел. Онда айтқаның орындалсын десең, маған арыстанның жон арқасынан бірнеше тал қылын өз қолыңмен жұлып әкелесің дейді. Арыстан дейсіз бе? Деп таңғалады әйел. Иә, арыстан. Бұдан жеңілдеу шараң жоқ беді? Жоқ, онсыз мәселе шешілмейді. Енді не істейді? Әйел әр ойланып, бер ойланып, қалайда бұл істі бітіру керектігіне белім бекем болады. Сөйтіп арыстанның мінезін зерттейтін мамандарға барып, арыстанның қасына қайтсем жақындай алам, оны маған үйретіңіздер дейді. Мамандардың бірі тұрып, арыстанның жыртқыштығы көбінесе аш кезінде қозады. Ал тоятын болса, оның қаупі азаяды деп кеңес береді. Осылайша қаласындағы циркке барып, арыстанға ет лақтыра бастайды. Күн сайын бірнеше сағат бойы осы іспен шұғылданады. Бірте-бірте етті жақынырақ жерден бере бастайды. Осылайша бірнеше ай дегенде арыстанның бойы бұл әйелге үйрене бастайды. Ақыр соңында арқасын сипатып, жонынан бірнеше қылын алуға да мүмкіндік табады. Мақсатына жеткендей болып, оны ала салып, әлгі ғалымға жөнеледі. Жүрегі толған қуаныш. Сонша еңбектеніп жүріп, көздеген мақсатына жеткеніне мәз. Бар ойы, енді менің өмірім түбегейлі өзгереді. Күйеуім мені мәңгілікке жақсы көретін болады деген ой кеудесін кернейді. Өлдім, талдым дегенде тапқанын ғалымның қолына жеткізеді. Сонда ғалым, бұған қалай қол жеткіздің? Бұл оңай шаруа емес қой, деп таңғалған сыйды. Әйел ынта-шынтасымен бірнеше ай бойы басынан кешкендерін, арыстанның жүрегіне қалай жол тапқанын әңгімелеп береді. Ол үшін қандай ықылас, қандай сабыр керек болған жеткізеді. Сонда ғалым тұрып, әй құдайдың құлы, сенің күйеуің осы арыстаннан да жыртқыш, әрі қаншер меді деп сұрайды. Жоқ әрине дейді. Ендеше арыстанға жұмсаған ақылыңды, сабырыңды, ықыласыңды күйеуіңе көрсетте, жүрегіне жол тап. Сөйтте оны иемденіп ал. Мұндай жанкешті қызметің үшін сені күйеуің әлбетте басқа елдерден артығырақ сүйетін болады дейді. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وبلار بسلاح الحق البتار